Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2-ші сыныптың 59-шы сабағы. Сабақтың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. 34-ші жаттығу. Мәтін тақырыбы бойынша мазмұнын болжап көр. Қиядағы ұя. Қос қыранның екі жерде ұясы бар. Бірі жоғарыда, бірі төменіректе. Екеуі де адам аяғы жетпейтін құз жартаста. Кейбір күттерде мұндай ұя саны бұдан да көп болады. Бұл ұрпағын аман сақтап қалудың бір амалы. Бір ұядан қауіп төнген сезсе, екінші ұяға барып балапан басады. Мәтіннің авторы Тұрдақын Жексенбай. Енді балалар, төмендегі тапсырманы орындайық. Мәтін не туралы? Мәтін қыран құстың ақылдылығы және тапқырлығы туралы. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой ата-ананың баласына деген жанашырлығы, қамқорлығы. Қос қыранның екі жерде ұясы бар сөйлемін көшіріп жазып, ондағы сөздердің байланысын сызбамен көрсет дейді. Қос қыранның екі жерде ұясы бар. Қанша қыранның? Қос қыранның қанша жерде? Екі жерде. Несі бар? Ұясы бар. Қос қыранның несі бар? Ұясы бар. Міне балалар, осылай сызбамен көрсетсек болады. Келесі 35-ші жаттығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, қысқа ойын тақырыбына әңгіме құрастыр. Тірек сөздер: аяз ата, қалың қар, сырғанақ, балалар, зулатып, құмарлары қанғанша, ойнайды. Ал ендеше балалар, берілген тірек сөздерді пайдаланып, қысқы ойын тақырыбына әңгіме құрастырып жазайық. Қысқы ойын. Қыс келіп, қалың қар жауды. Балалар сырғанаққа барып, шаналарын зулатып, құмарлары қанғанша ойнады. Кешке үйлеріне келіп, аяз атаға хат жазды. Мінеки балалар, сендер де осылай тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрастырсаңдар болады. Келесі 36-шы жаттығу. Сурет және сызба бойынша әңгіме құрастырып жаз. Балалар, төменде бізде медеу мұз айдынының суреті бейнеленген екен. Ал енді балалар, біз суретпен сызба негізінде әңгіме құрастырып жазамыз. Балалар, сызбада бізде 4 сөйлем берілген. Медеу әдемі мұз айдыны. Ол Алматы қаласында орналасқан. Мен достарыммен жиі келемін. Құрбыма мұзда сырғанау ұнайды. Балалар, сендер де осылай әңгіме құрастырып жазсаңдар болады. 37-ші жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Қоршаған орта біздің ортақ үйіміз. Оны қорғау керек. Кез келген жерге қоқыс тастама. Сөйлемдегі сөздердің байланысын тап дейді. Қоршаған орта біздің ортақ үйіміз. Қандай орта? Қоршаған орта. Қандай үйіміз? Ортақ үйіміз. Кімдердің үйі? Біздің үйіміз. Оны қорғау керек. Не істеу керек? Қорғау керек. Нені қорғау керек? Оны қорғау керек. Кез келген жерге қоқыс тастама. Не тастама? Қоқыс тастама. Қай жерге тастама? Кез келген жерге тастама. Кез келген жерге не істеме? Қоқыс тастама. Мінеки балалар, осылай сөйлемдердің байланысын сызбамен көрсетсек болады. Балалар, бүгінгі тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.